Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ең қымбат ойындар туралы қызықты тақырыпты қозғаймыз. Бұл жобаларға қанша қаржы жұмсалғанын және олар ойыншыларға не ұсынғанын талқылаймыз. Қызықты мәліметтер көп, сондықтан бейнені соңына дейін қараңыз. Кім біледі, мүмкін сіз де миллионер болып өз ойыныңызды жасарсыз. Ойын жазу тек хобби ғана емес, бұл миллиондаған долларлық индустрияға айналған. Кейбір жобалар әдеттегі бюджеттен асып түседі, ал олар ойын тарихында ерекше орын алады. Бірақ үлкен қаражат сәттілікті әрдайым қамтамасыз етпейді. Кейде ақшаның да қолы қысқа болады. Cyberpunk 2077 CD Projekt Red жасаған танымал ойын. Ойынның жалпы бюджеті шамамен $316 миллион құрады. Бұл тек әзірлеуді ғана емес, сонымен қатар маркетингті де қамтиды. Ойында үлкен техникалық ақаулар болды. Кейбір геймерлер ойнаған кезде өз кейіпкерлері бір сәтте Шрекке айналып кететін еді. Бірақ уақыт өте келе олар шешіліп, ойын қайта танымал бола бастады. Демек, егер сізге де қиындық туса, сабырлы болыңыз. Бәрі уақытпен дұрысталады. Red Dead Redemption 2 ойыны Rockstar Games компаниясының ең ауқымды жобаларының бірі. Ойынның бюджеті $370 миллион құрады. Бұл ойын нағыз батыс әлеміне шынайы бейнелеп, графика және ойын ішінде терең ену жағынан эталонға айналды. Шынын айтсақ, кейбір ойыншылар жабайы табиғатта виртуалды сиырлармен жүруден шаршап қалды. Бірақ бастысы графика ғой, солай ма? Егер де осындай бюджетпен ойын жасап жатсаңыз, сиырларыңыз да керемет көрінуі тиіс. Star Citizen Crowdfunding бойынша барлық рекордтарды жаңартқан ойын. Ойынның әзірлеуіне $500 миллион астам қаржы жиналды. Сіз дұрыс естідіңіз, жиналды. Бірақ ойын әлі де жасалып жатыр. Бәлкім оны ойнаған кезде немерелеріміз немесе буын ғарыш кемелерін басқарар. Бірақ күте тұрайық, өйткені бұл космос симуляторының жанрында революция жасайды деп күтілуде. Ал әзірге біз жай ғана қаражат жинап жұлдыздарға жол ашамыз. GTA 5 ойыны бюджеті шамамен $265 миллион құраған. Бұл ойын тарихтағы ең танымал және табысты ойындардың бірі болып қалуда. Копиясы неде? Мүмкін ойынның бірнеше жыл өткен соң да миллиондаған ойыншыларды қызықтыратын шығар. GTA-да сіз не істейсіз? Дұрыс, көлік айдайсыз, онлайнда ақша табасыз, ал өмірде ше? Ойлаудың өзі қызық. Destiny Bungie компаниясының 2014 жылы шыққан ойыны. Оны әзірлеуге шамамен $140 миллион жұмсалды. Ал егер маркетингті қоссақ, жалпы бюджет $500 миллион асып түсті. Destiny онлайн шутерлер үшін жаңа стандартта орнатты. Және ұзақ уақыт бойы жетекші ойындардың бірі болды. Бір қызығы, ойында мыңдаған жауды атуға дайын боласыз. Бірақ шынайы өмірде бағанаға қарай жүруде кейде қорқынышты. Көріп отырғандай ойын жасау өте қымбат процесс. Бірақ осындай жобалар индустрияны өзгертіп, жаңа сапа стандарттарды белгілейді. Төменде пікір қалдырыңыз, сізді қай ойын таңғалдырды? Арнаға жазылып видео ойындар әлемдегі қызықты мәліметтерді жіберіп алмаңыз. Ал келесі бейнеге дейін үй тапсырмасын орындап, ойынға біраз уақыт қалды деп ата-ананы сендіруге әдістерін ойлап жүре беріңіз.